Сәлем достар. Бүгін біз резонанс құбылыстарын байқалады ма, байқалмайды ма, соны есептер шығару арқылы бекітетін боламыз. Резонанс құбылыс дегеніміз сыртқы күштердің жиілігі меншікті ішкі тербеліс жиілігіне тең болған жағдайда резонанс құбылыс байқалатынын білеміз. Ал ұзындығы 25 метр пойыз егерде осы соққалатын болса, ода резонанстық құбылыс байқалу үшін пойыз қандай жылдамдықпен қозғалып келе жату керек дейді. Ал осының меншікті вагонның вертикал меншікті жиілігі ол периоды берілген тең болады 1/25 секунд болса, қандай жылдамдықпен қозғалып келе жатқан кезінде осы резонанстық құбылыс байқалады деген сұрақ болған. Бізде резонанстық құбылыс байқалу үшін сыртқы жиілік пен меншікті жиіліктің өзара тең болу керек екенін білеміз. Ал меншікті жиілік деп отырғанымыз ол меншікті периодқа кері шама. Немесе оны айтуға болады, меншікті жиілігі мен меншікті периодын бірге қарастыруымызға болады. Демек, егерде біз осы пойыз 25 метр жолды осы меншікті периодмен бірдей уақыт аралығында жүріп өтетін болса, онда резонанстық құбылыс байқалады деп білеміз. Яғни, осының жалпы пойыздың жүріп өткен жолы біздің меншікті периодымызға тең болған жағдайда, онда резонанс құбылыс байқалады. Демек, біз осы 25 метр жолды физика, механиканың заңы бойынша, яғни жол деп отырғанымыз жылдамдықпен уақыттың көбейтіндісі екенін білеміз. Яғни, жүріп отырған жолы деп отырғанымыз ол V көбейтілген Т. Осы кезде біз пойыздың жылдамдығын табуымыз керек. Ал S деп отырғанымыз жалпы жүріп өткен жолы, яғни пойыздың толығымен жүріп өтетін ұзындығына тең болады. S тең болады L деп аламыз да, бұл жерден біз жылдамдықты табамыз. Жылдамдық деп отырғанымыз S бөлінген Т, S'іміз L-ге тең болғандықтан L бөлінген Т дейміз. Яғни Т деп отырғанымыз ол периодқа тең, яғни бізде берілген меншікті периоды 1/25 секунд соған тең деп алып есепті шығара беруімізге болады. Демек, осыдан шығатын нәтиже 25 метрді бөлеміз 1/25-ке. Осы жерде бізде 20 метр секунд шығып отыр. Демек, бізге осы есепті қалай түсіндіруімізге болады? Пойыз 20 метр секунд жылдамдықпен келе жатқан кезінде ол рельс арасындағы резонанс байқалады. Яғни, оның жылдамдығы 20 метр секунд дегеніміз. Бұл жерде біздің еске алатынымыз, олардың меншікті жиілігі сыртқы күш әсерінің, яғни сырттан әсер еткен күштің жиілігінен тең болған жағдайда резонанстық құбылыс байқалатынын көріп отырмыз. Осы резонанстық құбылыстың графикалық талдауларын жүргізуге графикалық талдауды көрейік. Енді графикалық талдаудан көріп отырғандарыңыздай, бұл резонанстық қисық деп аталады. Резонанстық қисықтың ең жоғарғы нүктесі оның амплитудасы болады. Ал осы резонанстық құбылыстың байқалатын жері оның бізде бұл графикті көріп отырғанымыздай, резонанстық қисықтың графигі ол жиілікке тәуелдік графигі беріледі. Демек, бұл жерде жиілікке тәуелдік графигі беріледі. Осы графикалық талдау кезінде бізде көбінде сұрайды, амплитудасын табу керек, жиілігін табу керек, яғни меншікті жиілігін табу керек және периодын табу керек. Бұл графикалық талдаудар бізге оңай болады. Сол үшін біз екі графикті бірден салыстыру мақсатында бірге қарастырып өтейік. Бұл екі графикте де сұрап отыр, осы резонанстық қисық кезіндегі амплитудасы қандай болады және периоды қандай болады, меншікті жиілігі қандай болады. Осыны біз координаттық нүктелер арқылы таба саламыз. Яғни бірінші графиктегі амплитудасы 10 см. Бізде бірінші 10 см. Оны біз міндетті түрде халықаралық бірліктер жүйесіне енгізіп алуымыз керек. Демек, ол 0,2 орын жасаймыз, 0,1 метр болады. Енді бізге меншікті жиілігі бізде 1 герц деп беріліп отыр. Демек, мұны жерден тура осы максималды ауытқу нүктесінен амплитудасынан тура түсіреміз. Перпендикуляр түсірсек, онда қанша екені көрініп отыр. Ол 1 герц болды.
Енді біз жиіліктің периодқа кері шама екенін білеміз. Ол 1 герц болса, демек периоды 1 секунд деген сөз. Міне, оңай тауып алдық. Енді екінші графикті бірге талдайықшы, балалар. Мынау жерде көріп отырғанымыздай, максималды ауытқу нүктесі ол амплитудасы. Ол 2,5 метр. Бұл графикте метрмен берілгендіктен халықаралық бірліктер жүйесіне өзі келіп тұр. Сол үшін 1,2,5 метр деп жаза береміз. Ал осы максималды ауытқу нүктесінен тура перпендикуляр X өсіне түсіреміз. X өсі деп отырғанымыз жиілікпен беріліп отыр. Яғни максималды ауытқу мен жиіліктің өзара қатынас графигі болып отыр. Енді перпендикуляр түсірсек 15 деген санды көріп отырмыз. Демек, бұның жиілігі 15 герц болады. Ал периодымыз қанша болады? Период ол жиілікке кері шама. Демек, период ол 1 бөлінген Т-ға тең. Т деп отырғанымыз 1 бөлінген 15 секунд деп жазамыз. Яғни, екінші графиктің периоды 1 бөлінген 15 секунд. Мінекей балалар, графикалық талдау осындай өте қарапайым, өте оңай болады. Сендер ең бастысы координаталарын дұрыс нүктесін таба білудерің керек. Енді балалар осыған ұқсас резонанс құбылыстың байқалатын, байқалмайтынына тағы да бір есептер қарастырып көрейік. Келесі есепті қарастырып көрейік. Массасы 1 килограмм жүгілінген математикалық серіппелі маятникке, осы серіппелі маятникке біз қандай да бір сыртқы күштің әсерінен жиілігі 16 герц болатын болса, біздегі осы серіппенің қатаңдығы 0,4 кило ньютон бөлінген метр деп берілген. Халықаралық бірліктер жүйесіне айландырып аламыз. Демек, кило деп отырғанымыз оның 3 дәрежесі. 3 дәрежесі болғандықтан үш орын жылжытамыз. 400 ньютон бөлінген метр. Осы серіппедегі болатын резонанс құбылыс байқалама жоқ па, соны табуымыз керек. Ол үшін біз серіппенің меншікті жиілігін табуымыз керек. Және меншікті жиілік бізде сыртқы жиілікке тең ба, тең емес па, соны білуіміз керек. Яғни резонанс құбылыс деп отырғанымыз сыртқы жиіліктің меншікті жиілікке тең болған жағдайда орындалады. Енді серіппелі маятниктің біз периодын білеміз. Период деп отырғанымыз 2 пи бөлінген түбір астында М бөлінген К. Біз меншікті жиілікті білу үшін периодқа кері шама екенін білеміз. Демек, меншікті жиілік деп отырғанымыз 1 бөлінген меншікті периоды. Демек, ол тең болады 1 бөлінген 2 пи түбір астындағы К бөлінген М болады. Енді осы есептеулер арқылы біз сыртқы жиілікке тең бола ма емес па білу үшін осы берілген сандық, физикалық сандық мәнін есепке қойып шығарамыз. Демек, 1 бөлінген 2 пи деп отырғанымыз 2 көбейтілген 3,14, түбір астында К деп отырғанымыз 400, массасы 1 килограмм. Демек, 6,28 темір көбейтілген 20. 20-ны 6,28-ге бөлсек, жуықтап алған кезде 3,18 герц шығады. Біздегі осы берілген сыртқы күш әсерінен болған жиілігіміз 16 герц. Ал осы серіппенің меншікті жиілігі 3,18 герц екен. Демек, өзінің меншікті жиілігі мен сыртқы жиілік бір-біріне тең емес. Демек, бұл жерде резонанс құбылыс байқалмайды, жоқ болады. Демек, біз қандай да бір резонанстық құбылысты байқау үшін сыртқы күш әсерінен болатын жиілік пен меншікті жиілік тең болған жағдайда ғана резонанс құбылысы байқалады деп айта аламыз. Осымен балалар, біз резонанс құбылысқа байланысты есептерімізді аяқтадық. Қандай да сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып қалдырыңыздар. Келесі сабақта біз бұдан да қызықты тақырыптарды, бұдан да күрделі тақырыптарды қарастыратын боламыз. Сол үшін арнамызға жазылуды ұмытпаңыздар, достарыңызбен бөлісіңіздер. Сау болыңыздар.